Бүгінгі видеода біз қалай валан тігу керек екенін, бүрмені қалай жасау керек екенін, қазір әдемі бүрме шығу үшін қазір мен сіздерге осы мини лайфхак болсын, мини мастер-класс болсын, соны көрсететін боламын. Мінекей бірінші мына 3-ке немесе 4-ке қоясыздар да, мынаны и жүргізесіздер. Мінекей осылай жүргізіп аласыздар да, кейін енді осыған параллель тігіс жүргізетін боламыз. Осыған параллель тігіс жүргіземіз. Енді біз үстіндегі мынау мен арнайы мына үстінен қызыл жіп қойдым, астынан ақ жіп қойдым да. Енді біз астынан тартатын болсаңыздар жақсы әдемі тартылмайды. Сондықтан үстінен тіктіңіз ба, сол үстіндегі жіптен тартатын боласыздар да. Сол кезде екі жіпті бірдей қылып тартасыздар, міне екі жіпті бірдей қылып тартасыздар. И осындай мына жерден де үстіңгі екі қызыл жіпті аламыз да, сөйтіп тартамыз. Міне бізде мысалы үшін юбканың немесе көйлектің ені осынша болып тұр, осынша деп елестетеміз. Енді осыны мына ұзындық болғанға дейін тартамыз да. Сонда бүрмеге қанша мата көп берсеңіздер, соншама бүрме әдемі көп шығады да, әдемі шығады. Енді мына жақтан да тартамыз. Кішкене тартамыз. Кішкене тарттық. Енді осы екі жіпті байлап аламыз. Мына жерден де байлап аласыздар. Енді осы бүрмені бірдей қылып жайғастырамыз, бірдей шығатындай. Міне осылай саусағыңыздың ұшымен бүйтіп жайғастырамыз, бірдей қылып. Сонда бүрмеңіз әдемі, нежный болып шығады. Шифон болсын, штапель болсын. Жеңге де дәл солай қылып жасайсыздар, жеңге бүрме жасайтын болсаңыз. Көкіректің астына, валандарға неше түрлі осылай бүрме жасайтын болсаңыз, юбкаларға, вот осылай істесеңіздер, бірдей қылып жайғастырыңыздар матаны. Бір жерінде бүрме көп, бір жерінде аздау болып қалмасын. Сонда тіккен затыңыз әдемі, фабричный болып шығады. Нежно, әдемі болып шығады. Вот, мінекей мен жайғастырып алдым. Енді мен қосып тігемін. Вот осылай түйрек жіптермен түйреп аламыз. Мінекей мен түйреп алдым. Енді машинкаға отырып, екі тігістің ортасынан, міне екі тігіс жүр ғой параллель, соның ортасынан тігетін боламын. И мына жолға да қарайтын боламын мен. Вот. Кішкене мынаны тартыңқырап тұрам.
И осы тігу барысында мынау бүйтіп бүрмелерді реттеп аласыздар. Сонда бірдей түсетін болады да. Мен вот осылай инемен уже ары қарай бүрмелерді инемен реттеп отырамын. Мына жерде мысалы үшін ендеше осы жерді оверлоктап аламыз. Оверлок жасап болғаннан кейін мына сыртындағы тұрған мына тігісті, мына жіпті сөгіп тастаймыз бұны. Бұны алып тастаймыз бұл жіпті. И үтіктейміз тігісті. Мінекей қыздар, бүгін сіздер осылай әдемі, нежный бүрме жасауды үйреніп алдыңыздар.